Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бүтін сандар, рационал сандар. Бүгінгі сабақта сіз шамаларды сипаттау үшін бүтін сандарды қолдануды үйренесіз, координаттық түзуде рационал сандарды кескіндеуді меңгересіз. Алдыңғы сабақта сіздер бүтін сандар және рационал сандар ұғымымен таныс болдыңыздар. Енді осы ұғымдарды еске түсіру мақсатында келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші мынадай сұрақ. Бүтін сандар дегеніміз қандай сандар? Бұл сұрақтың жауабы натурал сандар, оларға қарама-қарсы сандар және ноль саны бүтін сандар деп аталады. Келесі сұрақ, рационал сандар деп қандай сандарды айтамыз? N-нің N-ге қатынасы түрінде жазуға болатын сандар рационал сандар деп аталады екен. Мұндағы M дегеніміз бүтін сан, ал N дегеніміз натурал сан. Енді біз осы сандар жиынының қайсысының қандай әріппен белгіленетінін еске түсірейік. Сонымен, бірінші натурал сандар жиыны N әрпімен белгіленеді екен. Келесі бүтін сандар жиыны Z әрпімен белгіленеді. Және де соңғы рационал сандар жиынын Q әрпімен белгілейміз. Ал енді рационал сандар бар өрнектеуді ықшамдауда қолданылатын таңбалар ережесімен танысайық. Бірінші мынадай ереже. Егер оң А санының алдында плюс таңбасы тұрса, бұл жерде плюс таңбасы санның таңбасын өзгертпейді де, бұл өрнек плюс А-ға тең болады. Келесі ереже, теріс А санының алдында плюс таңбасы тұр. Бұл жерде де плюс таңбасы санның таңбасын өзгертпейді, демек бұл өрнектің мәні минус А-ға тең болады. Келесі, плюс А-ның алдында минус таңбасы тұр. Бұл жерде минус таңбасы санның таңбасын қарама-қарсы таңбаға өзгертеді. Демек біз бұл жерде бұл өрнектің мәнін минус А деп жазамыз. Және де соңғы ереже минус А-ның алдында егер минус таңбасы тұрса, бұл минус таңбасы мына минус таңбасын қарама-қарсыға өзгертіп, біз өрнектің мәнін плюс А деп жазамыз. Енді осы ережелерді мына кесте түрінде берейік. Бұл кестеден не байқап тұрмыз? Егер таңбалар бірдей болса, онда плюс таңбасымен жазамыз. Ал егер таңбалары әртүрлі болса, онда ол минус таңбасымен жазылады. Ал енді осы айтылғандарды ескере отырып, және таңбалар ережесін қолдана отырып, келесідей тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма, тура тұжырымдамаларды анықтаңыз. Бірінші тұжырымдама тексерейік, 13 саны натурал сандар жиынына тиісті. Шынымен де 13 саны сандарды санауда қолданылатын сан, демек ол натурал сандар жиынының элементі болады. Екінші тұжырымдама 1,8-ден 5 саны бүтін сандар жиынына тиісті. Бұл жерде біз байқап тұрсаңыздар, берілген сан бөлшек сан, ал бөлшек сан бүтін сандар жиынына жатпайды. Келесі тұжырымдама минус 0,119 саны рационал сандар жиынына тиісті ме? Әрине тиісті. Біз білеміз, теріс сандар рационал сандар жиынының құрамына енеді екен. Келесі тұжырымдама минус 37 саны бүтін сандар жиынына тиісті. Дұрыс екен, себебі теріс сан ол бүтін сандар жиынының элементі болады. Келесі бесінші 2,9-дан 7 саны натурал сандар жиынына тиісті ме? Дұрыс емес, себебі 2,9-дан 7 ол бөлшек сан, яғни бөлшек сан натурал сан бола алмайды. Алтыншы 0 саны натурал сандар жиынының элементі бола ма? Дұрыс емес, себебі 0 саны натурал сан емес.
Жетінші, 84 саны бүтін сандар жиынына тиісті ме? Жауабы дұрыс екен, яғни 84 саны бүтін сан бола алады. Келесі, 0 саны рационал сандар жиынына тиісті бола ма? Әрине, 0 саны рационал сандар жиынының элементі деп айтамыз. Келесі тапсырма. Минус 2,7 саны, 3,3-1 саны және 0,2 саны қандай бүтін сандардың аралығында орналасқан? Бұл тапсырманы орындау үшін, яғни сандардың қандай бүтін сандардың арасында орналасқан анықтау үшін, біз алдымен координаттық түзу сызып алайық. Енді осы түзудің бойынан бірінші сан минус 2,7 санын кескіндейміз. Байқасаңыздар, бұл сан теріс сан, яғни ол санақ басының сол жағында орналасады. Яғни бұл минус 2,7 саны минус 3 пен минус 2 бүтін сандарының арасында орналасқан. Келесі сан 3,3-1 саны. Бұл оң сан, демек ол 10 нүктесінің оң жағында орналасады, және де 3 бүтін болғандықтан 10 нүктесінен бастап 3 бүтін бірліккесін санап алып, келесі бірліккесінің бойынан осы 3,3-1 санын кескіндейміз. Демек 3,3-1 саны 3 және 4 деген бүтін сандардың арасында орналасқан. Үшінші сан 0,2 саны. Бұл 0,2, яғни бүтін бөлігі 0-ге тең, және де ол оң сан, демек 10 нүктесінің оң жағында ең бірінші бірлік кесінінің бойында орналасады. Демек 0,2 саны 0 және 1 бүтін сандардың арасында орналасады екен. Келесі тапсырма. Теңдік тура болатындай бос орындарды толықтырыңыз. Бізге мынадай өрнектер берілген екен. Бірінші өрнек, санның алдында минус таңбасы тұр, ол санымыз 8-ге тең болу керек екен. Яғни қандай сан жақшаның ішінде тұру керек? Демек, жақшаның алдында минус таңбасы тұрса, біз білеміз, минус таңбасы санның таңбасын қарама-қарсыға өзгертеді. Демек, бұл жердегі санымыз минус 8 болу керек. Себебі минус 8, 8-ге тең болады. Келесі өрнек, белгісіз санның алдындағы минус таңбасымен минус 14,2-ге тең болу керек екен. Бұл жерде де минус таңбасы санның таңбасын өзгертеді. Демек, бұл жерде жақшаның ішіндегі белгісіз санның таңбасы плюс болу керек. Сонда бізде минус плюс 14,2 тең болады минус 14,2-ге. Үшінші өрнек. Белгісіз санның алдында плюс таңбасы тұр, және бұл сан минус 9-дан 4-ге тең болу керек. Ал плюс саны санның таңбасын өзгертпейтінін ескерсек, яғни бұл жерде жақшаның ішінде осы санның өзі тұр деген сөз. Демек, өрнегіміз плюс минус 9-дан 4 тең болады минус 9-дан 4-ге. Төртінші, плюс белгісіз санның таңбасымен тең болу керек 3,5-ге. Яғни бұл жерде де плюс таңбасы санның таңбасын өзгертпеген, демек жақшаның ішінде осы санның өзі тұр деген сөз. Сонда өрнегіміз плюс 3,5 тең екен 3,5-ге. Енді мынадай тапсырма. А жиыны және оның элементтері берілген. Осы жиынның элементтерінен келесі ішкі жиындарды құрастырыңыз. Б жиыны ол теріс рационал сандар, С жиыны натурал сандар, Д жиыны бүтін сандар және Е жиыны бүтін теріс сандар жиыны. Сонда А, Б, С, Д және Е жиындарын Эйлер Вен диаграммасы арқылы кескіндеңіз. Есептің шартында бізге А жиыны және оның элементтері берілген. Енді осы жиынның элементтерінен келесі жиындарды құрастырайық. Б жиыны ол теріс рационал сандар жиыны. Сонымен осы жиынның элементтерінің ішінен теріс рационал сандарды теріп жазамыз. Олар минус 16, минус 7-ден 4, минус 0,3 және минус 5 екен. Сонымен Б жиыны осы элементтерден тұрады. Келесі С жиыны. С жиыны ол натурал сандар жиыны. Яғни біз А жиынның элементтерінің ішінен натурал сандарды теріп аламыз. Олар 9 және 2 екен. Демек, С жиынның элементтері
9 және 2 болады. Келесі d жиыны ол бүтін сандар жиыны. Яғни біз берілген сандардың ішінен бүтін сандарды теріп d жиын етіп жазамыз. Сонда минус 16, 9, 0, минус 5 және 2 ол d жиынының элементтері болады. Келесі e жиыны ол бүтін теріс сандар. Яғни біз берілген сандардың ішінен теріс бүтін сандарды тереміз. Олар минус 16 және минус 5 екен. Енді осы жиындарды Эйлер-Вен диаграммасы арқылы кескіндейік. Байқасаңыздар, С жиыны ол ең кіші жиын. Міне оны мынадай диаграммамен кескіндеп аламыз. Енді С жиынын қарасаңыздар, оның элементтері D жиынында элементтері болып тұр. Демек біз D жиынның ішіне С жиынын орналастырамыз. Одан соң B жиыны, яғни оның кейбір элементтері D жиынында элементтері болып тұр. Демек B жиыны D жиынымен қиылысады екен. Ал E жиындағы элементтер ол B жиынында және D жиынында элементтер болып тұр. Демек E жиыны D және B жиындарының қиылысуында орналасады. Ал А жиыны ол берілген жиын, демек осы жиынға барлық жиындардың элементтері кіреді. Яғни біз оны сыртынан диаграммамен сызамыз. Осылайша жиындарды Эйлер-Вен диаграммасы арқылы кескіндедік. Осымен оқушылар, біз сіздермен бүгінгі сабақта бүтін сандар және рационал сандар, сонымен қатар оларға қолданылатын таңбалар ережесімен таныстық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.